Баршаңызға сәлем, менің құрметті YouTube көрермендерім. Мен сіздермен бүгін осындай ерекше рецептпен бөліскелі отырмын. Ең алдымен қамырды осындай комбайнның ерек насаткасы, я болмаса жай ғана миксердің ерек насаткасымен қолдана отырып илеп аламыз. Бұл процесс жылдам болу үшін осылай комбайнмен илеп жатырмын. Және де жылы сүтке кішкене аштығымызды қосып алып араластырып қоямыз. Сол кезде біздің аштығымыз жылдамырақ көтерілетін болады. Әрі ұнның арасына қосып жүрген кезде ол іртік болып қалуы мүмкін. Сол үшін толықтай еру үшін осылай жылы сүтке бірінші аштығын араластырып аламыз. Осы ұнның ішіне алдымен құрғақ заттардың барлығын салып аламыз. Қантымызды және де мынау құрғақ сүт, я болмаса құрғақ сливке қолдансаңыздар да болады. Және кішкене бір қасық тұз, ерітілген сары май. Осының барлығын салып алып, сосын барып үстіне сүтімізді құйып, қамырды жылдамырақ болу үшін осылай комбайнға я болмаса миксерге салып илеп аламыз. Қолмен де илесе де болады, бірақ мен үшін қазір өте жылдам процесс осы комбайн болып тұр. Бұл рецепт негізінде кәрістердің далада сатылатын уличная еда деген рецепттерінің бірі. Қаласаңыздар жасап көріңіздер, балалар үшін өте қызықты болады. Енді қамырымыз араласып жатқан кезде шет-шетіндегі ұндарды осылай күрекшеміздің көмегімен кішкене ортаға қарай біріктіріп, біркелкі қамыр болу үшін қолымызбен қозғап көмектесіп жібереміз. Рецебін описание бөліміне қалдырамын. Миксеріміз ауырлай бастаған кезде қамырды төгіп аламыз дағыны, ары қарай енді қолмен илейміз. Осылай қаттылау қамыр болып шықты. Бірақ кішкене болса да қолға жабысады. Ал енді бұл қамырды мен ешқандай ұн сеппеймін, осы күйінде илей беремін. Басында кішкене қолға жабысын қырап тұрғанымен, илеген сайын июі қанғаннан кейін қамыр мүлдем қолға жабыспайтын болып қалады. Өте эластичный, әдемі қамыр болып шығады. Дайын болған қамыр осылай қолға жабыспайды, кішкене қаттылау болады, бірақ бұл қазір пакеттің ішінде тұрған кезде өзінен өзі жұмсара бастайды. 15 минуттай пакеттің ішіне салып, қамырымызды жұмсартуға қойып қоямыз. Келесі кезекте ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тауықтың төс еті қажет болады. Қажет заттардың барлығын салып қайнатып аламыз. Және қамырды мен бөліп алғаннан кейін осылай бірден дайындап алдым біріншісін. Ортасында қамырды үлкендеу етіп, және де 4 кішкентай осындай домалақ қамыр жасап шығамыз. Қалған қамырларымызды кеуіп кетпес үшін осылай беттерін әдейі жауып қойдым. Және де бұл тез құрғап кететін қамыр, сондықтан да міндетті түрде беті жабық тұрған дұрыс. Жайылған қамырдың ортасына кішкене ірімшік саламыз, яғни сырды саламыз астына, сосын барып бетіне осылай піскен тауық етін салып түйіп аламыз. Жақсылап домалақтап түйіп алғаннан кейін барып кішкене формасын келтіріп, және тағы да ішіндегі еттер шығып кетпес үшін екінші қайтара бекітіп шығамыз. Енді бірінші кішкентай домалағымызды алып, осылай қолмен домалата отырып, қамырдың екінші басын сәл қаттырақ басқан кезде осындай аяқтың формасы шығады. Мынау біздің окорочкамыз. Міне тауықтың бірінші аяғы шықты. Бұл енді ашылып кетпес үшін, бөлініп кетпес үшін кішкене шымшып осылай қамырға жабыстырып шығамыз. Ал енді қараңыздар, міне екінші аяғында дәл осылай етіп жасап аламыз. Содан кейін кішкене дұрыстап жабысу үшін тауықтың дене бөлігімен біріктіріп шығамыз. Міне екі аяғы шықты. Қазір енді қолын жасайтын боламыз. Бұл әсіресе бала-шағасы майда үйде жасаған өте қызықты көрінеді. Егер де дәл бұндай тауық формасында жасамаймын, жай ғана жасаймын десеңіздер де болады. Самса сияқты етіп түйіп жасасаңыздар да әдемі болып шығады. Бірақ мынау ерекше дизайн десек болады, әсіресе балаларға өте ұнамды болып шығады. Міне барлығын дайындап алдым. Енді тоңазытқышқа 15-20 минут қойып қоямыз көтерілгенше. Салқын суымызға бір қасық ас содасын саламыз. Бұл біздің қамырымыздың сыртының қытырлақ болуы үшін қажет болады. Осы судың ішіне барлық жасаған тауықтарымызды түгелімен салып шығамыз. Тек 15 секунд қана ұстау керек, одан артық ұстауға болмайды. Себебі соданың ащы дәмі сіңіп қалады. 15 секундтан кейін алып, барлық тауықтарды араларын кішкене алшақтау етіп, осылай листіге орналастырып шығамыз. Мен айтпақшыдай, пергамент төсеуді ұмытып кетіппін. Егер де сізде жасап көретін болсаңыз, онда міндетті түрде пергамент төсеуді ұмытпаңыз. Және де
мынау кейбір жерлерінде аяқтары қолдары шығып кеткен болса, оны жай ғана шпажканың көмегімен я болмаса тіс қоғыштың көмегімен осылай қадап қоямыз. Одан кейін ортасын тауықтың төс сияқты етіп формаға осылай келтіріп аламыз дағында, кішкене үстіне күнжіт сеуіп шығамыз. Пешті алдын ала қаттырақ қыздырып қоямыз, содан кейін барып қызып тұрған пешке салып аламыз. Әркім өз пешінің қызуына қарайды. Қызарғанша осылай пісіріп аламыз. Қызарғаннан кейін түрі әдем болып шықты. Ал мен енді мынаны ала алмай қиналып жатырмын. Пышақпен әрең дегенде алдым. Кішкене ғана суытып алдым дағыны, өстіп пышағымның көмегімен қинап жатып алдым. Қараңыздар. Бірақ асты әдем болып піскен. Міне. Ал енді зубочистканы жай ғана суырып алып тастаймыз піскен соң. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Енді мен сіздерге ортасын ашып көрсетейін, және де қандай керемет иісінің өзі. Ортасы жұмсақ қамыры, сырты қытырлақ болады. Бұл содаға салғандықтан осылай қытырлақ болып шықты. Егер қамырдың сырты қытырлақ болуын қаламасаңыздар, онда жай ғана жұмыртқамен сүт жағып жұмсақ қылып жасауға да болады. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.